дағы күндеріңізге сәттілік, зеректілік, ақыллық, зейінді білім тіліңізде. Тамаша. Сіздерге менің тілегім сәттілік, шапшаңдық, ең басты зеректік. Яғни бүгінгі сабақтан сіздер өздеріңізге пайдалы ақпарат алу. Тамаша, отырамыз. Оқулық, дәптер, барлығы дайын ғой. Барлықтарыңыз дайын ғой. Енді балалар, білесіздер, үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы сізге не берді? Яғни Шортанбай Қанайұлының Зар заман өлеңімен таныстық, алдыңғы сабақта. Енді зар заман өлеңде не туралы айтылды? Зар деген сөздің мағынасы қандай? Қиын заман. Не себепті сол кезде қиын заман болды деп ойлайсыздар? Зұлымдық болды, патша үкіметінің несі болды? Әділеттігі болды. Тағы? Енді барлықтарыңыз ұялы телефондарыңыз бар ғой, мен қазір сіздерге сілтеме жіберем. Сол сілтеме бойынша квиз, яғни сіздерге 7 сұрақтық тест құрастырылған. Яғни Шортанбай Қанайұлы тез сіздерге жауап беремін. Барлықтарыңызға жібердім. Жіберді ғой, қаршыдан. Ашасыздар. Болмаса мына жақта міне. Шортанбай Қанайұлының өмір сүрген жылдары. Екінші сұрақ. Шортанбай білім дәрежесі қандай болды? Шортанбайдың білім дәрежесі қандай болды сол кезде? Жоғарғы дәрежелі болды. Үшінші, Шортанбайдың қандай шығармасын мен таныстыңдар? Зар заман өлеңде не туралы айтылды? Ашаршылық тағы, әділетсіздік тағы, қиыншылық туралы айтылды. Тамаша. Осы Шортанбайға зар заман ақыны деп кім берді? Мұхтар Әуезов. Тамаша. Енді балалар, біз қазір барлығымыз бейнероликке назар аударамыз. Барлығымыз назарымыз бейнероликте болады. Туған елінің ары мен ұжданы, бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күрескен, момын шаруаның мүддесін қорғаған, халықтардың достығы мен туысқандығын жырлаған азамат ақын. Халықты тілмен қорғадым, сөз шындыққа келгенде бас кессе де болмадым. Құтылып жарыла кеткенше, зорларды сөзбен торладым деп жырлаған ұлы Сүйінбай. Сүйінбай Арынұлының әдеби мемориалды музейі 1996 жылы 24 сәуір айында Алматы облысы әкімінің шешімімен құрылып, 1996 жылы 24 тамызда елбасымыздың тікелей араласуымен ашылды. Сүйінбай Арынұлы қазақ халқының 19 ғасырда өмір сүрген дауылпаз ақыны, айтыс өнерінің майталман. Гуманизм, хуман, кісі. Адамның кісілік қадір қасиетін, адамның еркіндігін, адамның бақытқа құштарлығы мен талпынысын, құқы мен жауапкершілігін, арын, намысын, мейірбандығы мен қайсарлығын және адамның жасампаздығын, яғни адамның барша адами қасиеттерін ұлықтайтын, даралығы мен дамуын дәріптейтін идея. Қырғыз бен қазақ бір туған болу себебі өткен олардың Кім айтысқан? Сүйінбаймен кім айтысқан? Қатағанмен айтысқан. Яғни Қатаған деген Сүйінбай қырғыз елінің белгілі бір айтыскері болған, ал бұл кісі қазақ елінің белгілі бір айтыскері болған, солай ма? Сүйінбайдың айтысы кезінде Сүйінбай айтысы деген қазақ пен қырғыз және өзбек елде елдер ғана емес, және елдер тату болуы себебі. Екінші сұрақтың жауабы, Екінші сұрақтың жауабына айтқым келеді. сол ғой екінші жауап сізді өзбек
қазақ қырғыз деп жүреді. Өзге ұлт өзге ұлттың қостыңыз, иә? Солай ма? Неше ұлт бар қазір? Қазір нақты білмеймін, бірақ Сіздің көршілеріңіз бар ма бұлар? не бар? Сіз олар мысалы өзге ұлттан бар ма көршіңіз? Иә бар. Олармен қандай қарым-қатынастасыздар? Мен жақын жақсы қарым-қатынас. Тамаша. Кім оқиды? Фариза? деп атауы оның әділетсіз билігін, қарапайым халықтық қанауын, зұлымдығын қатты сынға алғаны туралы айтады. Тамаша. Енді екіншісі, не себепті сөздің авторлық позициясы қандай? Ол қандай гуманистік құндылықтарды адамның құқығы, теңдігі, қадірі қорғау айтылды? Кімдердің сөзін сөйледі? Халық жағында болады өз сөйлемдерінің авторлық позициясы. Халық жағында болды, иә. Үшінші, неге оған тірі деген атап берді? Сүйінбай тек ақтан емес, шындықты персоналар айта білетін әділ сөз иесі. Ол шындық пен әділет үшін билікке қосыстыра біледі. Тамаша. Тағы кім пікір қосатындар бар ма? Аяжан, сіз ше, қалай ойлайсыз? Айтау. Егер Сүйінбай сөз Сен сол кісіге мысалы Сүйінбай атаңмен кездессең, сөздің тірі деген сол атақты бересің бе? берем, өйткені ол халық артын сөйлейді. Халық атына сөйлейді. Тағы кім сөйлейді? Сезімсіз ше. Қалай ойлайсыз? Неге тірі деп атаған еді? Өйткені ол халықтың мүддесі алдан болды. Халықтың несін ойлады? Жағдайын ойлады. Сол кім берген екен тірі деген сөзі тірі? Тамаша. Сүйінбай сөздің тірі деген атаққа лайық. Себебі қазақ халқына адал болды. Екінші кезде қазір әділдік бар. Қазақ халқына бейбітшілік, әділ заман. Қазақ халқында бейбітшілікке шақыру бар. Перизат, сіз ойыңыз Сүйінбайдың бұл ұстанымы кім айтады? Сүйінбайдың бұл ұстанымы сөздің тірі деген атаққа лайық. Себебі ол халқымыздың бірлігін, достығын, татулығын жоғары орынға қойып, көркем сөзбен елге үлгі болған. Ол ақындығымен ел арасындағы бірлікті насихаттап, бейбітшілік пен достыққа үндеген. Тамаша отырамыз. Тағы кім пікір айтады? Галина, сіз ше, қалай ойлайсыз? Галина, сіз ше? Келісесіз бе? Келісесіз бе? Осы пікірмен сіз, яғни, кімнің айтысын көріп тұрсыз? Сүйінбай мен Атағанның айтысы, қазақ-қырғыз айтысы. Енді келесі тапсырма балалар топтық үш түрлі суреттеледі. Үш түрлі суреттің үш түрлі нұсқасы бар, иә? Яғни суреттен ақ көріп тұрсыздар ғой, қандай не екені суреттен байқалып тұрады, кім не туралы айтқан. Енді сіздерге қазір осыны таратамын. Осы жерде сіз тақырыптың негізгі идеясын анықтайсыздар. Және ол сөзде не айтқысы келді, Сүйінбай Ағаның не пікір айтқысы келгенін табасыздар. Одан кейін өз ойларыңызды жазасыздар. Яғни осы өлең туралы өз көзқарастарыңызды жазасыздар, иә? Яғни автор бейнесі деген, яғни ол жаңағы өлең бойынша өз сөздерін жазады, ал үшіншісі сіздер өз ойларыңызды. Сіздер сұраншы батыр. Батырға барының айтуы. Тамаша, отырамыз сіз. Өз орындарыңыз бол. Қандай?
болсын, оқып мәнерлеп оқып келеміз. Жарай ма? Рахмет сіздерге бүгінгі